Тоқта, қазір үйіңе қарап шық. Сен күнде пайдаланатын кейбір заттар сені баяулап тіпті өлтіруі мүмкін екенін білдің бе? Бұл заттар біз ойлағандай зиянсыз емес, ал ең жаманы олар дәл қазір сенің қасыңда тұр. Бүгін мен саған үйде бар, бірақ өмірге қауіпті 10 затты ашып көрсетемін. Соңына дейін қара, өйткені бірінші зат ең қауіптісі болады. Ең соңында 10-шы орында ауа жаңартқыш, освежитель воздуха. Иісі жақсы, бірақ құрамында формальдегид пен бензол бар. Өкпеге зиян, аллергия, тіпті рак қаупін арттырады. ақш-та кейбірі сатылымнан алынды, бізде әлі тұр. 9-шы орын тефлон таба жабыспайтын. Қызғанда қауіпті химия бөледі. Асқазан, бауыр, гормон бұзылады. Шетелде ПФОА деген затқа толық тыйым салынды. 8-ші орында пластик бутылка. Қайта қолдансаң, микропластик бөлінеді, гормон бұзылуы, бедеулік, иммунитет төмендейді. Ғалымдар адам қанынан ішінде пластик тапқан. Бұл өте таңғаларлық. 7-ші орын ескі кілем. Көзге көрінбейтін кенелер тіршілік етеді. Тері ауруы, демікпе, аллергия. Күніне 1 шаршы метрде 100 000 кене өмір сүреді. Ойлап көріңізші, 1 шаршы метрде 100 000 кене. Бұл деген өте қауіпті. 6-шы орында арзан ойыншықтар. Балалар тістейді, ал ішінде ауыр металл, свинец, ми дамуын тежейді, жүйке жүйесін зақымдайды. 5-ші орында ақылды телефон. Түнде қасыңда жатса, радиация ұйқыны бұзады, миға қысым, гормон бұзылады. Ұйықтарда 1 метрге алыстату керек. Телефонды жастықтың астына мүлдем қойып ұйықтамаңыз. 4-ші орын құлыпты есік. Өрт шықса, қашып үлгермей қалатын мыңдаған адам бар. Арнайы іштен тез ашылатын жүйе керек. 3-ші орын дәрі-дәрмектер шаңдаған сөмкеде. Дұрыс сақталмаса оға айналады. Жарамдылық уақыты өткен дәрі бауырды өлтіреді. Ал бізде дәрілер қай жерде тұрады? Үйіңізді тексеріп көріңіз. 2-ші орында розетка, удлинитель. Күнде көзге көрінбейтін ұшқын. Өрттердің 40% розеткадан. Ал ең соңғы 1-ші орын газ және иіс бермейтін ағып шығу. Газ иісі шықса естисің, бірақ кейде иіссіз ағады. 1 литр газ 10 адамды өлтіруге жетеді. Көмір қышқыл газынан жылына мыңдаған адам ұйықтап жатып қайтыс болады. Біз қауіп пен сырттағы дүниені ойлаймыз, ал шын мәнінде ең қауіпті нәрселер үйіміздің ішінде. Сен үйдегі мына заттардың біреу болса, дереу әрекет ет. Осындай тағы да шындықтарды білгің келсе, жазылып қой, лайк бас. Келесі шығарылымдар өте таңғаларлық, бізге қажетті тақырыптарды айтатын боламын.